Баршаңызға қайырлы күн, менің оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ыстық бутербродтың рецептімен бөлісетін боламын. Құрамында қарапайым күнделікті ас үйде пайдаланатын заттардан тұрады. Бізге керек заттар: дайын кесілген нан, қызанақ, ірімшік, шұжық, жұмыртқа, майонез, ақжелкен, тұз және қара бұрыш. Ең алдымен ірімшігімізді алып, осылай кубиктап турап аламыз. Барлығын бір ыдысқа саламыз. Шұжығымызды да осылай кубиктап турап аламыз. Содан кейін қызанақты да кубиктап турап аламыз. Барлығын бір ыдысқа саламыз. Ақжелкенді алып, осылай ұсақтап турап аламыз. Яғни петрушка. Оны да үстіне саламыз. Бір жұмыртқаны алып, жарып, үстіне саламыз. Майонез саламыз содан кейін. Ең соңында аздап қара бұрыш сеуіп, бір шымшым тұз саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Нанды противенге салып, жаңағы дайын болған қоспамызды осылай әрқайсысына салып шығамыз. Қызып тұрған пеште 10 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей бутербродтарымыз дайын болды, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецептім ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар.